Сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Мен бүгін сіздерге осындай тез дайындалатын және өз тойымды болып шығатын салаттың рецептісін ұсынамын. Видеоны толық көріңіздер. Бірінші бізге кукуруза қажет банкадағы, және қияр, колбаса вареный және картошка фри. Колбасамызды бірінші дөңгелектеп тұрап, сосын соломка тәрізді етіп тураймыз барлығын. Керек заттардың мөлшерін описанияда қалдырамын, достар. Мен өзіме аз ғана қылып жасадым. Егер сіздер көп мөлшерде жасасаңыздар, барлық заттардың көбейтіп жасасаңыздар болады. Сосын колбасамыз тоже соломка тәрізді етіп турайсыздар. Турап болдық. Енді кукурузамызды саламыз. Кукурузаның суын төгіп тастаңыздар бірінші. Сосын фриімізді және майонез қосамыз соңында. Сосын дәміне қарай тұз қосасыздар. Сосын барлығын жақсылап араластырамыз. Жасап көрсеңіздер болады, мерекелік столдарға да қойсаңыздар болады. Тез дайындалады. Міне осындай болып шығады салатымыз. Дәмі өте керемет, тез жасалады және тойымды жасап көріңіздер.